Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін өте дәмді батон нанын дайындайтын боламыз. Ол үшін жылы сүт және жылы су, дәміне қарай тұз және шекер. Содан соң аштықымызды салып, ұнымызды електен өткізіп, жаймендеп салып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Содан соң сары майды ерітіп, үстіне құйып, және илеп, бетін жауып, жылы жерге жарты сағат, 1 сағатқа қойып қоямыз. Менің қамырым ашып дайын болды. Енді осыны көлеміне қарай бөліктерге бөлеміз. Менде 3 бөлік шықты. Яғни 3 батон нан шығатын болады. Қамырымызды видеодағыдай жайып, қатты жұқа етпейміз. Қатты қалың да емес, орташа етіп жайып, дәл видеодағыдай ораймыз. Осы аралықта печкамызды қыздырып қоямыз. 180 градусқа қойып, осылай орап болған соң пергаменттің үстіне салып, видеодағыдай пышақпен, яғни нанның үстіне, қамырымыздың үстіне із саламыз. Пышақты қатты баспаймыз. Содан соң жұмыртқаның сарысын жағып, жаңағы қызып тұрған пешімізде 20-25 минутта пісіріп аламыз. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Сіздермен болған аяулым. Осы рецептпен өте дәмді болып шығатынына сенімдімін. Нанымыз пісіп дайын болды. Өте жұмсақ, дүкендегіден де керемет болып шығады. Сіздермен болған аяулым.